Қайырлы күн ағайын. Бүгін сіздерге міне аягөз қайда барасын әнін үйрететін боламын. Міне ең бірінші ешқандай пернені баспаймыз. Міне қағыс төменге. Бір қағыс, одан кейін екінші пернені басамыз. Міне 1, 2. Перне деген мына бөлшектер ғой, міне 1, 2. Екінші бөлшекті басамыз, яғни екінші пернені. Қағысы жоғарыға. Сонда 2 қағыс болды. Төмен, сосын жоғарыға. Одан кейін мына екінші саусақпен үшінші пернені басамыз. 2-ні жібереміз де үшінші перне. Бұған 2 қағыс жасаймыз. Сонда барлығы 4 қағыс болды. Міне басынан бастап қайтадан тартамын. Ашық, екінші перне, жоғарыға, сосын үшінші перне, төмен, жоғары. Сонда былай міне. Сөзмен қосатын болсақ, міне жаным маған дарасын басы. Жаным маған, міне жаным, үшінші перне маған. Әрі қарай міне 4 қағыс қақтық, әрі қарай. Тағы үшінші пернені төменге. Сосын екінші перне жоғарыға, қайттан үшінші перне төменге. Сонда мынадай әуен шығады. Басынан бастап тартып атым. Сөзмен қосып айтсаңыздар, міне жаным, екінші перне, үшінші перне, енді маған, төменге қағыста 2 ра, қайттан 3 сын, жаным маған дарасын. Жаным маған дарасын. Қағыстары міне алмай кезек, міне төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, 2-ке жоғары, 3-ке қайттан төмен. Сонда барлығын қосқан кезде осындай жақсы әуен шығады. Жаным маған дарасын. Екінші жолда дәл осыны қайталау. Ұрып сезім қаласын. Осылай үйреніп алыңыздар, ал комментарий жазыңыздар, кім үйренді. Осы сандар арқылы тез үйреніп кете аласыздар. Ал сау болыңыздар.